Сәлеметсіздер ме, көрермен, сіздермен бірге сөз түзер айдары. Жаңалығымен бөлісті, ойымен бөлісті. Қазақ тілінде жаңалықпен бөлісті, ойымен бөлісті деген тіркестер қате деп саналады. Себебі бұл тіркестер орыс тіліндегі поделиться новостью, поделиться мыслью деген сөздердің калькалық аудармасы. Неліктен қате? Бөлісті етістігі қазақ тілінде бір нәрсені, әсіресе материалдық затты немесе нақты объектіні бөліп беру мағынасында қолданылады. Нанды бөлісті немесе пәтерді бөлісті деген нұсқада дұрыс. Ал дерексіз ұғымдармен қолдану қазақ тілінің мағыналық жүйесіне сәйкес келмейді. Бұл орыс тіліндегі поделиться сөзінің тура аудармасынан туындаған жасанды қолданыс. Қазақ тілінде жаңалықпен бөлісті немесе ойымен бөлісті дегеннің орнына табиғи әрі дұрыс тіркестерді қолданған жөн. Жаңалығымен бөлісті емес, жаңалығын айтты. Мысалы, ол бізге қуанышты жаңалығын айтты. Ойымен бөлісті деудің орнына ойын айтты немесе ойын ортаға салды деуіңіз дұрыс. Мысалы, ол өзінің ойын ортаға салды. Тіліміздің тазалығын сақтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.